Жедел ақпараттарды жеткізуді жалғастырамыз. Шұғыл мәлімдеме тарады. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алғашқылардың қатарында біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылып, осы видеомызға лайк баса кетіңіз. Шығыс Қазақстанда 2 баланы ит талап тастады. Шығыс Қазақстан облысы Глубоко ауданында ит талаған 2 бала ауруханаға жатқызылды. Оқиға Глубоко ауданы Белоусково кентінде болған. Аулада ойнап жүрген 2 ит балаға шабуыл жасап талап тастаған. Қазіргі уақытта олар Өскемендегі ана мен бала орталығына жатқызылды. Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сүйенсек, медициналық көмек көрсетілген балалар дәрігерлердің бақылауына алынған. Балалардың бірінің жағдайы жақсарып қалды. Ал бет терісінде көптеген тіселген жарақаты бар екінші пациентке шұғыл түрде ота жасалды. Қазіргі уақытта оның жағдайы қалыпты, дейді басқарманың баспасөз хатшысы Әсем Қайратбек. Оның сөзінше, әуелде балалардың бірі өзін ит талағанын мойындамай, әйнекке құлап қалғанын айтқан. Алайда жарақаттарынан ит қапқаны айқын көрінген. Видеомыз кеңінен таралу үшін және барша ата-аналар балдарына сақ болу үшін видеомызды қолдан келгенше достарыңызға таратуды ұмытпаңыз.